Жалғастырамыз. Қазақстанда қоғамдық маңызды 2,5 мыңнан астам нысан сейсма қауіпті. Бұл туралы журналистермен кездесуде Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитеті төрағасының орынбасары Владимир Беккер мәлімдеді. Айтуынша, қазіргі таңда республика бойынша 470 мектеп, 270 аурухана, 198 мектепке дейінгі мекеме, 1000-ға жуық қоғамдық нысан және 500-ден астам өндіріс кәсіпорындары сейсмикалық күшейту жұмыстарын талап етеді. Ірі жер сілкінісі болған жағдайда алғашқы қатарда Алматы қаласында орналасқан сейсмикалық орталықтар зардап шегеді дейді комитет өкілдері. Сондай-ақ ағымдағы жылы Қазақстанда ірі жер сілкінісі болжанбағанын да айтып отыр. Қазір елімізде орналасқан сейсмикалық бақылау мен жер сілкінісін болжау жүйелері біркелкі емес, әрі қалай орналастырылған. Бұл сейсмобелсенді аймақтарды толықтай тексеріп отыру мүмкіндігін шектейді. Жер сілкінісі туралы зерттеулер тек Алматылық болжам полигонында жасалады, және ол тек Алматы қаласы мен облыс аймағын ғана қамтиды. Сейсмикалық орталықтарды қауіпсіз жерлерге көшіру қажет. Не болмаса, нысандардың сейсмотұрақтылығын қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізу керек. Себебі Алматыда жер сілкінісі болған жағдайда сейсмикалық орталықтардың және атап өткен ғимараттардың жойылу қаупі бар.